Айсулу, and we will continue present simple with pronouns he, she, it. Today is day 2. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Айсулу және біз сіздермен present simple'ды he, she, it есімдіктерімен қарастырамыз. Present simple жай осы шақ. Алдындағы сабақтан қайталап кетсек, яғни әдеттегі, күн сайын деректер мен табиғи заңдарды сипаттаймыз. Мысалы, she listens to music every morning. Ол әр таңда музыка тыңдайды. He works every day. Ол күн сайын жұмыс істейді. It snows in winter. Қыста қар жауады. Жай осы шақтың he, she, it есімдіктерімен құрылымы. Subject зат есім, қосылған verb етістік plus s or es. He ол балаға айтылады, she ол қыз балаға айтылады, it ол зат немесе жануарға айтылады. Айтып кететін жайт, ол жай осы шақта жекеше түрдегі зат есімдерді қолданғанда етістікке s, es жалғауларын қосамыз. Мысалы, he goes to school. Ол мектепке барады. She watches TV. Ол теледидар қарайды. S, es жалғауларын қай кезде қолданатынымызды қарастырайық. Жай осы шақта жекеше түрдегі зат есімдерге тек қана етістікке s немесе es қосамыз. Мысалы, play ойнау. Plays, she plays every week. Ол апта сайын ойнайды. Work жұмыс істеу, works. Мысалы, he works every day. Ол күн сайын жұмыс істейді. Like ұнату, likes деп ауысады. Мысалы, it likes milk. Ол сүтті ұнатады. Es жалғауы жалғанады, егер етістіктер sh, ch, double s, x, o әріптеріне аяқталса. Мысалы, she washes dishes every day. Ол күн сайын ыдыс-аяқ жуады. He watches TV every evening. Ол әр кеште теледидар қарайды. Mother kisses her children. Ана өз балаларын сүйеді. Егер бізде дауысты дыбыс қосылған y әрпіне аяқталатын етістік кездессе, жай ғана s жалғауын қосамыз. Мысалы, stay, stays, play, plays. Ал егер дауыссыз дыбыс қосылған y әрпіне аяқталатын етістік келесі түрмен ауысады. Y әрпі түседі, оның орнына I әрпі пайда болады, және де жалғауы қосылады. Мысалы, study, studies, carry, carries деп ауысады. New words, жаңа сөздерді қайталап шығайық. Play, ойнау, wash, жуу, kiss, сүю, stay, қалу, study, оқу, carry, қамқорлық ету. Осы есімдіктермен комментарийге мысал келтіріп жазыңдар. Күтеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Goodbye.